Қайырлы күн баршаңызға. Біз қайда бара жатырмыз? Магазинге. Не алуға? Маған аяқ киім алуға. Магазинге. Мына қызға аяқ киім алуға бара жатырмыз. Екеуміз бірімізге қарап тұрып үй жасаймыз, а? Макияж без макияжа. Или макияж такой, не знаю. У меня? Только ерін сияқты ма? Мына қыз неге очки киіп алған айтыңдар? Күн жоқ кезде. Барып. Счастливым людям всегда светится солнце. Бақытты адамдарға күнде күн жарқырап тұрады. Вот мінекей күн жарық қой айтыңыздаршы. Көзім. Аш көзің ауырып кетті түсіні ме? Да. Күн жылы сияқты, е? Күн жылы. Біз уже магазиннен келдік. Мына қыз өзіне етік алды. Етік үшін кімге рахмет етесің? Магазинге. Может, мамаңа? Ақша берген. Иә, мамаға, может, ағама? Ағаң берді ме? Ағам да берді ғой. Екеуіне де айтасың. Ағам көбірек берген, мамамның комиссиясын сақтап алды. Екеуіне де рахмет. Сөйтіп, осы қыз етік алды. Иә, осы қыз. Үйге барған соң көрсетеді қандай екенін. Бағана магазинде түсіреміз деп ұмытып кетіппіз. Қандай етіктер киіп көрген? Екі етік киіп көрдім, біреуін алды. А мен бірақ қанша етік іздесем де бірақ етік киіп көріп біреуін алдым. Ұнатпаймын, значит кимеймін. Ұнатамын, значит кием и аламын сразу. Мен сіздің де ойыңызды тыңдадым сол үшін. Мен бірақ ақ етік алғым келген, бірақ ақ етік таппадым. Сондықтан қара етік. Лакированный. Мен замуж. Иә, замуж. Сенің юбкаң да замуж ғой? Иә, еще үстіндегісін айтсаңшы, ұқсайды прям. Осы жылы замуж трендта, сондықтан сен трендта боласың. Осындай аяқ киім алды. Мына жерде фат форма, скрытый фат форма, мына жерге дейін мінекей. Замуж осындай аяқ киім алды. Және де біз мынандай алдық. Үйге киіп жүруге. Бізде пол салқын, сондықтан осындай алдық. Бардакты қараңыздар. Барлық косметикаларды кес-кешкендерді осының ішіне салып шығарып алдым. Бьюти блендерді жуып алдым. Енді макияж жасауға кірісетін боламын. Мұнда кептеліс білмеймін, ұзақ уақыт болды. Тезірек жетсек екен. Екінші этаждамыз, бізде қызыл браслет, ол вип-зона дегенсіз. Күтіп отырмыз. Вип-зонада андай тағамдар бар, және де ал мен өзіме сумен бутерброд алдым. Я свою память. Біз видео бәйгеден қайттық. Ұзақ уақыт болғандықтан қатты шаршадық. Үйге барып, енді өзіміз отырып шай ішейік деп отырмыз.
сосын міндетті түрде пікірге жазыңыздар, өздеріңіз отырып сіздер де шешесіздер ме? YouTube арнаға видео жүктедім. Мінекей. Вуйпай-тордың толық рецептісін видео бәйгеге арналған 3 минуттық рецепт болатын. Енді соның 12 минуттық, почти 13 минуттық толық рецептісін салдым. Бізде 50.339. Алла қаласа 100 000 миллион бола берейік. Қатты шаршап тұрмын, шын айтсам. Сондықтан қазір күнделік влогты монтаждаймын, сосын ұйықтайтын боламын. Сондықтан баршаңызға қайырлы түн.